Ассаламу алейкум, YouTube көрермендері. Бүгін сізбен Ұзынағаш мал базарына келіп тұрмыз. Сағат түс болды. Кейбіреулер ұсыныс жасады. Сатылған малдың бағасын айт деп сұраған бағам емес. Қазір кіреміз, көреміз, не сұрап жатыр, не деп жатыр. Соңына дейін көріңіздер. Соңында шөптің бағасын айтамын. Тай 265 дейді. Мына үлкенірек 360. Кішкентай құлын еркек, мынау сорғаш. Болар жер. 8 жасар бие. 500 мың дейді бұлас. Мынау 360 тай. Қанша сұрап отырсың, дос? Қанша сұрап отыр? Миллион. Қырғызстаннан келген 3 жасар ат. 600 мың сұрап отыр, 500 мың болар. Бойы биік 160-тан асып кетеді. Тияғы қаза қадалған бәрі. Екі жүзден сұрап жатыр құлындар. Мынандай англарат бие бар екен. Стоит, не стоит? 700 мың сұрап жатыр. Паспорт бар ма аға, бір нәрсе? Үйде? Буаз екен, 7 жасар, 700 мың. Ар жағында ұрғаш тайлар 200 мың. Мына тайлар кетті 185-те. Ұрғаш 170 болған жар, бірақ қараңызына бие шөлдеп тұр. Мұздың тазасын сындырып жеп жатыр. Мына тайға сауда болыпты 280-ге. Бермепті, 300 деп жатыр. Екі туған буаз бие. Бой биік, әдем. Жас сауда болды қазір, 385-ке кетті. Төртеу де осындай байланған дейді. 300 мың сұрап жатыр, 290 болар дейді. Біреуін сой көрдік дейді, 147 килограмм берді дейді. 6 жасар бие көп. 6 жасар семіз 300 кило береді дейді. 600 мың окончательно. 2 мыңнан түспейсіз ба десем, қалада 2 мың теңгеден ет түспейм дейді. Көктемде 7-ге келеді. Үйірдің айғыры. Российский сияқты жуан, басы үлкен. Бойы да жақсы. 550 деп жатыр. Кімге керек болса номер жазыңыздар. Рат, номеріңді айтасыз ба? Номеріңізді? 705 772 88 болды. Мынау да айғыр осы кісіден екен, 10 жасар 600 мың. 4 жасар 500 мың. Ойнақтап тұр. Енді шынында семіз екен. Мынаны 220 беріп жатыр. Сұрап жатыр тойыз. Мынау енді 280-ден еркек бәрі. Пока сауда болмады. $500 мың сұрап жатыр. Семіз. Тай 250. Денелері почти сәл семіз, сәл үлкенірек. Буаз 4-5 жасар биелер 450 мыңнан. Бәрі осындай әдем. Бірақ қасау екен. Мақтасын салып берем дейді. Мынандай тайларға 500 мың беріп жатыр. Екеуіне. Ұрғаш екен. Ұрғаш.
220дан алынды осындайлар. Екі машинаның ортасында мост, көпір. Осындай бұзаулар 105 болды. Еркек. Басқа өңірлерге малды осылай тасиды негізі. КамАЗбен тығыз. Бір болды. Малдар кіріп атыр. Көбісі сатылмаған. Негізі шынымен жақын жерде тұратын шығар. Өтсе өтеді, өтпесе өтпейді деп. Мал қымбат енді. Мындайлар 150 болды. Еркек қашалар. Мындай семіз ат 455 болды. Қара қанша болып отыр? 860? Екі жүз отыз үлкен. Мынау 150-ге алынды. Сондай бұқа 260 болар. Мынау 300 тұр. Алсаң 240-қа беремін қазір. 240-қа берем дейді. Мынаны 285 дедіңіз, е? Сарын. Сары дұрыс қой дейм, е? Көрермен, арпа, бидай, кебектің бағасын сұрадым. Арпа 78, бидай 85, кебек 60 теңгеден болып отыр. Қапшықтап алсаңыз. Баға істе. Шөптің бағасын сұрадым. Осындай қылтанағы шөптер 500 теңгеден. Таза шөп, жотан, таудан ба, білмеймін, 700 теңгеден. Таза жоңышқа 1400, жоңышқаның орнына шыққан шөп 900 теңгеден. Мен былтыр қыста шөп алдым 500 теңгеден таза. Былтыр биыл сонда сәл қымбаттырақ болып тұр. Неге деп сұрасам, жотада шөп аз болды дейді. Биыл шөп аз дейді енді. В общем, базар осындай болды енді, құрметті көрермен. Түстік базар Ұзынағаш, Алматы қаласына 50 км жерде. Каналға подписка жасаңыздар, лайк басыңыздар, ұсыныстар комментарийге жазыңыздар. Сізбен сапар видеосы каналы болды. Сау болыңыздар. Көргеніңіз үшін рахмет.